2023 жылға 1 шілдеден бастап әлеуметтік кодекс күшіне еніп, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыларының инвестициялық мүмкіндіктері кеңейе түсті. Енді зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқаратын компанияларға сенімгерлік басқаруға беру кезінде ең төменгі жеткілікті шек ескерілмейді. Салымшылар міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақтарын 50%-ға дейін аудара алады. Егер ерікті зейнетақы жинақтары болса, оларда сенімгерлік басқаруға толық көлемде бере алады. Қазіргі уақытта нарықта бірнеше басқарушы инвестициялық компания жұмыс істейді. Олардың толық тізімімен npf.kz сайтында танысуға болады. Бұл Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің талаптарына сәйкес келетін басқарушы компаниялар. Сондай-ақ бұл компаниялар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен және Кастодиан банкпен сенімгерлік басқару туралы шартқа отырған. Басқарушы компанияны таңдағанда оның тарихын, инвестициялық декларациясы мен қызметін тексеріп, инвестициялау тәжірибесі мен нәтижелерін мұқият зерделеуге кеңес береміз. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап зейнетақы жинақтарын инвестициялық компаниялардың сенімгерлік басқаруынан ұлттық банк басқаруына аудару мерзімі қысқарды. Енді ол бұрынғыда 2 жыл емес 1 жыл болады. Зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан салымшылар үшін зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға аудару шарттары бұрынғы күйінде қалды. Олар жеке басқарушыларға зейнетақы шотындағы жинақ сомасын 100%-ға дейін сеніп тапсыра алады. Зейнетақы жинақтарын ИПБ-ға аудару кезінде есте сақтайтын маңызды мәселе. Зейнетақы жинақтарының сақталуына мемлекеттік кепілдік Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің басқаруындағы жинақтарға ғана беріледі. Зейнетақы жинақтарының инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына аудару кезінде мемлекет кепілдігі басқарушы компанияның кепілдігімен ауыстырылады. Ол активтерден түсетін кірістің ең төменгі деңгейінен кем болмайтын кірісті қамтамасыз етуі керек. Бұл деңгей зейнетақы активтерін басқару нарығында жұмыс істейтін барлық инвестициялық портфельді басқарушылардың басқаруына берілген зейнетақы активтерінің орташа алынған кірістілігі негізінде есептеледі. Жинақтарды бір немесе бірнеше ИПБ-ға ауыстыру туралы шешім қабылдай отырып, салымшы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтындағы жеке кабинет арқылы не қордың кез келген бөлімшесіне өзі жүгіну арқылы өтініш беруі керек. Барлық қажетті ақпарат пен қадамдық нұсқаулар npf.kz сайтының қызметтер зейнетақы жинақтарының бір бөлігін сенімгерлік басқаруға аудару бөлімінде, сондай-ақ YouTube арнасындағы біздің бейне нұсқаулықта берілген.